Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиет сабағы. Бүгінгі сабақ Ахмет Байтұрсынұлы туралы. Балалар, бүгін атаулы күн. Дәл осы күні, яғни 12 қаңтарда 109 жыл бұрын 1912 жылы Дінмұхамед Қонаев атамыз дүниеге келген екен. Балалар, әр әдебиет сабағында мен сіздерге бір жаңа әдеби терминмен таныстыратынмын. Ендеше бүгінгі сабағымыздың жаңа термині мысал деп аталады. Мысал дегеніміз не? Шағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ боларлық, тәрбиелік тағылымдық мәні бар шығарма. Көбіне аң, хайуанат, жәндік туралы жазылады. Сол арқылы адам бойындағы мін, әлеуметтік ортадағы кемшілік сықақпен сыналады. Идеясы астарсыз, ашық, тура, бірдің оғындай атқан өткір, шымшыма, шымыр келеді. Ол өлеңмен де, қара сөзбен де беріледі. Еңбексүйгіштік, әділдік, адалдық пен қарапайымдылық сияқты жақсы қасиеттерді мадақтап үйретеді. Жағымсыз қылықтарды мысқылдап, одан сақтандырады. Ендеше балалар, осындай мысал шығармаларды жазатын Ахмет Байтұрсынов атамыз екен. Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысалы бар. Олар өздерін көріп тұрғандай, яғни жануарлар образында беретін маймыл, бұлбұл мен есек, екі шыбын сияқты әртүрлі мысалдар көптеп келеді. Ендеше балалар, Ахмет Байтұрсынұлы деген кім? Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы қыркүйек айының 5-і күні қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген ұлы ұстаз. Яғни Ахмет Байтұрсынұлы ағартушы ұстаз. Не себепті ағартушы ұстаз? Себебі ол өзінің еліне, қазақ жұртына арнап, қазақ әліппесін жасауға ең негізгі септігін тигізген лингвист, ғалым болып табылады екен. Ахмет Байтұрсынов тілші ғалым және де аудармашы. Не себепті аудармашы деп аталады? Себебі Ахмет Байтұрсынов орыстардың Крылов, Пушкин, Нациннің көптеген шығармаларын қазақ тіліне аударып, қазақ балаларына ұсынған. Одан кейін Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы болады. Ахмет Байтұрсынов өз халқының сүйген патриот адамы. Себебі ол өзінің туған жерінің еліне арнап, арнайы қазақ әліпбиін шығаруға негізгі септігін тигізген ұлы тұлға. Ахмет Байтұрсынов 1905-1906 жылдары қазақ газетінің баспасөз көздерінен шығуына негізгі әсер еткен ұлы ғалым, тілші болып табылады екен. Сол газетке аталы жұртымыздың, адуынды ұлтымыздың аруақты атын қазақ деп беріп, қазақ газетінің орыс бодауындағы кезімізде баспа көздерінен шығып тұруға әсерін тигізген өте ұлы ағартушы ғалым ол Ахмет Байтұрсынұлы болып табылады. Балалар, Ахмет Байтұрсынұлының бұрынғы тұрған үйі қазіргі таңда мұражай күйінде сақталған. Ол үйде Ахмет Байтұрсынұлының пайдаланған арнайы чемодандары, оқыған оқулықтары, кітаптары, пайдаланған ыдыс-аяқтары осы музей үйде сақталған. Ол Алматы қаласында, яғни Төле би мен Жамбыл қиылысында орналасқан екен. Және де қазіргі таңда Тіл білімі институтының атын да Ахмет Байтұрсынұлының атына атаған. Сонымен қатар Алматы қаласындағы Қазақстанның яғни көптеген қалаларында да Ахмет Байтұрсыновтың атына аталған көшелер өте көп. Балалар, Ахмет Байтұрсынұлының адамдық диханшысы өлеңін үйден жаттайсыңдар.
бұл өлең Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңі болып табылады. Ендеше WhatsApp-тан кері байланыс жасауға шығайық.